Енді кім осы жердің басшылардың қайсы? Шоуың басшының кім? Мына қыз ба? Мына бала ма? Осы бала ғой деймін. Ай балам, сен неғып тоңдай үндемей отырсың? Не болады? Неге скатқа билет алсақ кешігеді? Міндетті түрде. Мен осы скатқа билет алған кешікпеген көргем жоқ биылғы жылы. Басшылығы кім? Аты жөні кім? Айтшы. Басшыңның аты жөні кім? Айтшы маған. Алматыдағы ұшақтың бұзылғанына сіздердің офистарыңыз Шымкентте. Неге бұлай жауап беріп тұрсыздар? Не аты жөні кім басшыңыздың? Осы жердегі басшыңыздың аты жөнін айтшы маған. Телефонын айтшы маған. Шымкент қаласына барып здесь представитель. Айналай маған қазақша сөйле, орысша сөйлеме, шүлділеме. Мен сенің орысшаңды түсінбеймін. Міне сендердің түрлерің. Представителің бұқты кім болсаң да, кімсің, аты жөнін қалай айтшы? Жоқ, аты жөнің кім? Маншук емес, Маншук. Фамилияң қалай? Доскеева. Неге қазақша білмейсің Қазақстанда тұрып? Қазақтың нанын жеп, қазақтың суын ішіп жүріп, неге сөйлемейсің қазақша? Сенің праваңда мен шаруам жоқ. Сен маған қазақша айт, мен саған қазақша сөйлеп тұрмын. Мен саған мемлекеттік тілде сөйлеп тұрмын. Қазақстан Республикасының заңмен бекітілген, конституциямен бекітілген мемлекет тілінде сөйлеп тұрмын. Қайдан шыққан адамсың сен? Аспаннан түскенсің бе, жерден шыққансың ба? Басшыңның аты жөні кім, айт маған. Аты жөні кім басшыңның? Жоқ, сен головной, малауындайны жоқ, басшының аты жөні кім, қазақша айт деймін маған. Сол головнойыңның аты жөні кім, басшыңның аты жөні? Айтсаңшы енді. Шымкентте екенін білемін. Шымкентке де қолымыз жетеді. Қазір жігіттерге айтамыз, Шымкентке барып жігіттер қазір сөйлеседі. Кім ол Шымкенттегі? Аты жөнін айтшы маған. Денисов. Аты жөнін қалай? Телефонын айт маған. Неге айтпай, неге білмейсің? Ол неге деген құпия. Президенттің телефон жазылып тұр, неде? Интернетте. Президенттің Қазақстан Республикасының. Сендердің Денисовтердің аспаннан аяғы қалбап түскен құдай ма міне телефон жасылатындай? Міне, біздің Қазақстандағы шетелдік компаниядан түрі осы. Орыс басқарғаннан кейін осы болғаны.